біздің дүкен 1485 тауар сатады. Одан да көп сатуы мүмкін болашақта. Ал енді біз осы өзіміздің дүкенде жабық брендті тауарлар сатамыз. Мысалы Рисанта. Сондай тауарда бізде қазіргі уақытта 107 тауар бар екен. Ал енді біз өстіп отырған кезде бізге дилер өзінің прайс-листін жібереді. Мен міне бүгіннен бастап осы тауарларды мынандай бағамен сатамын. Ал бұның ішінде бұл прайс-листтің ішінде 1000 тауар бар. Сіз өзіңіздің дүкеніңіздегі тауарды осы прайс-листтің ішінен іздеп, оның бағасын межде көріп, қайтадан Каспий дүкенге кіріп, сол тауарды мысалы таңдап, соның бағасын ауыстыру үшін оған бір апта уақыт кетеді. А оны Intel Price 3 секундта істейді. Ол үшін импорт деген батырманы басамыз. Қазір міне бағасын өзгертіп қояйық. Содан кейін өзгерді ме екен тексереміз. Өтіп мына 70.000 деп қояйық, мынаны 169.000 деп қояйық. Импорт деген батырманы басамыз. Осы жерде импорт парағы ашылады. Осы жерде Рисантаның прайс-листін Excel күйінде импорттау деп жазады. Осыны басамыз. Жаңағы дилер жіберген прайс-листті белгілейміз. Мына жерге белгілеп шықты. Енді міне импорт деген батырманы басып қаламыз. 1, 2, 2 секунд, 3 деп есептей салайық. 107 тауардың бағасы ауысып шықты. Қанекей тексерейік, брендтердің ішіне кіреміз. Рисантамызды таңдап аламыз. Міне, мынау 75-18-6. Мына прайс-листті ашайық, ішінен іздейік. Міне, 75-18-6, 169.890 теңге. Бізде 169.890 теңге минималды максималды бағасы, сондай парсинг көшірілген. Яғни Intel Price автоматты түрде осыны жасай алады. Кез келген бренд бәрін істей алады. Ал енді осындай болу үшін не істеу керек? Ол үшін Каспий дүкенге кіріп, тауарды қосқан кезде, мына дилер жіберген артикул бар ғой. Вот сол артикулды межден көшіріп аласыз. Осы артикул бойынша іздейсіз тауарды Каспий дүкенінің ішінен. Яғни ол Каспий дүкенінің ішінде міндетті түрде бар, міндетті шығып тұр 75-18-6. Осыны таңдап аласыз. Таңдап алған кезде Каспий сізге артикул, сатушының артикул деп өзінің ойдан құрастырған бірдеңкесін береді. Сіз оның орнына жаңағы дилеріңіз жіберген артикул жазуыңыз керексіз. Вот содан кейін мынаны енгізесіз. Бағасын көрсетесіз мына жерде. Дилер көрсеткен сияқты. Сонда ғана автоматты түрде бұл жұмыс істейді. Ал басқа уақытта бұл автоматты түрде жұмыс істемейді. Яғни автоматты түрде жұмыс істеу үшін жаңағы ережені қолдану керек. Осымен сабақ аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.